Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі 73-ші сабақ. Түбір мен қосымша. Түбір мен қосымшаны ажырата аламын. Мәтін бойынша сұрақтар құрастыра аламын. 36-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Менің інім компьютерге әуестеніп алды. Достарымен футбол ойнауды қойды. Мен інім үшін қатты алаңдадым. Өйткені компьютерде үнемі ойнау зиянды. Інімді далаға ойнатудың бір амалын таптым. Екеуміз далаға шығып, спортпен айналысамыз. Енді ол компьютерға емес, даладағы ойындарға қызыға бастады. Қазір біз ауладағы балалар жинап, футбол командасын құрдық. Інім сол команданың капитаны болып сайланды. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Мәтінге ат қойыңдар. Компьютердің пайдасы мен зияны тақырыбында топта талқылауға қатыс. Інісі қай спорт түрін ойнауды қойды? Ағасы інісін далада ойнатудың қандай амалын табады? Яғни бұл мәтінге арналған сұрақтар. Мәтінге тақырып қой деді ғой. Мәтіннің тақырыбы пайдалы спорт. 37-ші жаттығу. Суреттерге қосымша жалғап, екінші бағандағы сөздермен байланыстырып жаз. Бізде шананың, парашюттің суреттері тұр. Енді ортада сырғана, секір, шомыл, ойна деген сөздер тұр. Шанамен сырғана, бассейнде шомыл, парашютпен секір, доппен ойна. Яғни суреттер мен сөздерді байланыстырдық. 38-ші жаттығу. Жаңылтпашты жадқа жаз. Дойбышының дойбышы ұтты, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Бұл жұмбақ балалар Балдырған журналынан алынған. Осы жерде қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Осы өлеңде домбырашыны, дойбышы деген сөзде бізде қарамен жазылған. Дойбышы дегенде түбірі дойбы, шы журна, ны жалғау. Ал дойбышы дегенде де түбірі дойбы, шы журна. Шығармашылық үзіліс. 39-ші жаттығу. Ойлан тап. Жүгіру жарысынан Әнуар, Мағжан, Талғат 3 орынды алды. Мағжан 2-ші орын алмаса, Әнуар 1-ші орын алмаса, ал Талғат 3-ші орын алмаса, кім қандай орын алды? Мағжан 1-ші орын, Әнуар 3-ші орын, Талғат 2-ші орынды алды. Достар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Әрқашан жаңа сабақтар көретін боласыңдар. Арнамызға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше.